аз едік қатар ұшып қаңқылдаған, Сахара көлге қонып саңқылдаған, бір өртке қаудан шыққан душар болып, не қалды тәнімізде шарпылмаған. Алаштың адамының бәрі мәлім, кім қалды таразыға тартылмаған. Қазақ халқының 20 ғасыр басындағы ұлт азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымының негізін салушы ғалым, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы, Алашорда үкіметінің мүшесі, бір атына жазылған мың атақтың егері ол Ахмет Байтұрсынұлы. Байтұрсынұлы шығармашылық жұмысын өлең жазудан бастаған. Онда ол еңбекші халықтың ауыр халін, арман тілегін, мұң-мұқтажын көрсетіп, жұртшылықты оқуға, білім ғылымға, рухани биіктікке, адамгершілікке, мәдени